Бүгін енді матаға түсіретін боламыз. Егер сіздің қайшыңыз мындай мықты қайшы болатын болса, екі қабаттап түсіруге болады. Егер үйде қолданып жүрген қайшы болса, әрине біреулеп түсіріңіз. Сосын барып мына велюр матасын алған кезде бізге бұл велюрный матадан негізі 1 метрден 2 кәжекей спокойно шығады. А если бұның өйткені ені 2,80, а егер ені 1 немесе ені 1 кәжекей велюр маталар бар, олар королевский әдемі велюрлар. Сосын ені 1,5, яғни 1,5 метрлік бар. Олардан, мысалы үшін, олардың да тоже кішкентай размерден 2 шығуы мүмкін, бірақ ені 1 метрліктерден 1 кәжекей шығады. Мына ені 2,80-дік шторный велюр, бұдан мен спокойно 2 шығара аламын. Мына жер уже 1-дің жартысы. Осы матадан сіздерге көрсетейін деп тұрмын. Бірінші мен мына бар ғой, ворсы төмен қарап жату керек. Сол жағын алыңыз, міндетті түрде матаның сол жағынан мұқият болыңыздар. 2 қабаттап түсіре беремін, өйткені менің қайшым жақсы қиятын қайшы. Матаның қақ ортасына қойып қимаймыз, қыздар. Алдындағы мастер-класста қыздар айтып жатты, жетпей қалды матам деп, өйткені біз дайын выкройкілерімізді әртүрлі қоя беретін болсақ, әрине матамызға эконом болмайды. Сондықтан матаны алған кезде міндетті түрде экономды жағын ойластырып алыңыздар. Экономдаймын екен деп, біреуін былай қойға болмайды. Әрине ворстың жатығына қараймыз. Мынау алдыңғы бөлігіме көкірек тұсындағы пішімім. Тігіске 1 сантиметр міндетті түрде қалдырыңыз. Одан көп қалдырсаңыз, сіздің алған размеріңіз өзгеріп кетуі мүмкін. Одан көп қалдырмаймыз. Примерно 1 сантиметр қандай болатын білеміз ғой. Соған лайықтап алатын боламыз міне. Қыздар, сұрақтар болса, осы әр видеоның астында сұрақты қойып кетуге болады. Мына жер қандай болды, ана жер қандай болды деп. Енді сіздер сұрақ қойып үйрену үшін мастер-классқа ақша төлеп қатысып отырсыздар. Мен сіздерге көрінсін деп, мынау көк велюрді алып отырмын, өйткені бормен сызған кезде аппақ болып көрінбей қалмасын деп. Міне барлық жағын 1 метрден алдым. Дәл осылай қалған пішіндерді жеке қойып алып жан-жағына 1 сантиметр, то есть 1 метр депсің ғой, 1 сантиметр тігіске қалдырып қиып алыңыз. Қыздар, желательно қайшыға ақша экономдамаңыздар. Қайшының барынша әдемісін алыңыздар. Қайшыңыз дұрыс болмаса, сіздің қыздар, мен үстіңгі жағын пішіп болдым. Енді басқысын жасамай тұрып, бірінші біріктіріп аламыз. Асты мен артын жалғамай тұрып, тек қана алдыңғы бөлігі мен артыңғы бөлігін өзара біріктіріңіздер. Бір-біріне емес, өзара. Сосын тіккен кезде кешеде айтып өттім ғой, қолтық жағынан бастаймыз, қол ойындысы жағынан. Сосын мынаны ровно қылып алмаңыз. Кеше бір қыздарда көрдіңіздер ғой, ровно қылып алған кезде мына уже қысқа болып қалған мынаны 1 сантиметрдей қылып шығатын қылып біріктіріңіз. Міне осылай алып, осы жағынан бастап тігіңіз. Сол кезде мына жағыңыз ұзындау, мына жағыңыз қысқалау болып қалса, мына жақты кесіп тастауға болады уже. Қыздар, мыналарды біріктіріп тікпей жатып, екінші матаға міндетті түрде дәл осылай түсіріп алыңыз. Ешқандай дәл осы матаңыздан алыңыз, сонда өзгеріссіз түседі. Тігіске ештеңеге қалдырмай, тура осылай қылып түсіріп алыңыз екінші матаға. Екінші, мысалы үшін, екі жақты қылып тіген деп жатыр қой кәжекейді. Екінші жағын қандай түс қыласыздар? Мысалы үшін, мен темно-синий қылатын шығармын. Мынау ашық көк. Сіз екінші жағын қызыл қыласыз ба, жасыл қыласыз ба, тура сол матаға дәл осылай өзгеріссіз түсіріңіз. Тікпей жатып түсіріп алыңыз. Неке қыздар, бірінші негізін біріктірмей жатып, астар болатын матасында пішіп алыңыз осылай. Сосын астарын да негізінде рет-ретімен біріктіріп тігесіз. Қыздар, барлығы осылай жеке тігіп алғаннан кейін, көрдіңіз бе, біріктірмей тұрып, астарын да негізінде тігіп алу керек. Сосын каждыйын ашып, үтіктеп шығу керек. Осылай ашып, үтіктеп шығыңыз. Астар жағында, негіз жағында, өйткені бұл камзолдың іш жағында, тыс жағында киесіз. Барлығын осылай өзара біріктіріп алғаннан кейін енді арты мен алдын тігетін боламыз. Камзол негізінде де, астарында да, барлығында осылай арты мен алдын тігіп аламыз бірінші. Қыздар, мінекей арты мен алдын екі жағында біріктіріп алғаннан кейін енді былай жағалай мойнын тігіп шығатын боламыз. Ең әуелі мойнын тігіп шығыңыз. Мына жаққа өтпейміз, бұл жақта замок болады. Мына жерден бастап айналдыра, мына жерге дейін ғана тігеміз. Сосын қолын тігетін боламыз. Қыздар, қолымызбен мойнымызды тігіп болғаннан кейін міндетті түрде мынандай кішкентай ножницаларыңызбен тігіске жақындатпай қиып шығамыз. Оң қаратқан кезде әдемі болу үшін. Әсіресе бүріліп тігілген жерлерді қиып шығамыз. Және мойнында. Так, қыздар,
мындай замогымызды дайындап алған шығармыз, иә, екі жағы да ашылатын. Бұл замокты бірақ біз қысқартамыз. Сіз бірінші мынау алдыңғы замок тұратын жерін екі жағын бірдегі реттеп алыңыз. Кесетін жері болса кесіп, одан кейін енді екеуін қай жерден кесетінімізді, бұның уже асты жағынан емес, үсті жағынан кесіп аламыз. Қай жерден кесетінімізді дайындап алайық. Так, примерно асты тігіске кетеді деп есептеңіз. Осыдан 1,5, даже 2 сантиметрдей қалдырып қойыңыз. Одан кейін үстіне келген кезде мына мұнда тігіс бар, иә? Үстінде тігіс бар. Соған жақындатамыз тігіске. Мына, значит, замок мына жерге шейін келіп тұрады. Асты осы жерден болғанда, үстінде замок мына жерге шейін келіп тұрады. Енді кескен кезде осы жерден кесіп тастамаймыз. Мына жағынан бұл жерінде жоғары қарап, где-то 2 сантиметрдей қылып алып, содан кейін кесіңіз. Үсті жақтарын зубчиктерін алып тастап, үшке қарап қайырып тігетін боламыз. Сонда менің кесетін жерім қазір мына жер екен, иә? Сіз мата кесетін қайшыңызбен кесуші болмаңыз. Бұны тек қана жаңағы темір, мындай қағаздар қиып жүрген қайшы болса, сондаймен қиямыз. Міне мен бас жағындағы 4 зубчигін алып тастадым, екі жақтан да. Мында болып келеді. Енді біз оны былай матаға былай қайырып тігетін боламыз. Так, енді ажыратып алсақ болады замокты. Матаға түсіретін болсақ, былай түсіреміз, қараймыз. Тура жаңағы жерімізге кіргіземіз. Қазір жақындатып көрсететін боламын. Енді мына жағын ішке қаратамыз. Міне. Супчиктерін ішке қаратып алдым. Я 3 қабаттап алдым. Астармен негіз кетеді. Және мына бағана мен зубчигін алып тастаған жерімді былай қайырып, мына тігіске тақайтын боламын. Міне. Дәл осылай енді мынау қақ ортасынан тігіп шығамын. Бұл бірінші жағын, екінші жағын тікпес бұрын біз жабатын не қойымыз керек болады, материал. Оны қазір көрсетемін. Осылай қойып алыңыз. Үшеуін бірдей қылып алыңыз. Мына жағын тіреп, жаңа зубчиктерін алып тастаған жағымызды ішке қарап қайырып аламыз, чтобы шыққан кезде былай шығу үшін. Көріп тұрсыз ғой? Так, енді машинамен жүргізіп шығамын. Міне тігіп алдым. Тершаны енді оң қаратып көрейік. Міне оңынан болған кезде уже былай болады. Так, екінші жағына тіккен кезде уже біз астар жағынан уже замок көрінбейтіндей етіп материал қоюымыз керек. Дәл соны қазір пішіп аламыз. Замоктың оң жағын мен көк жылтыр бетке қойдым, яғни темно-синий жаққа. Енді мен замоктың тіс жағынан, яғни мына жағындағы көктен көрінбей тұру үшін замокты жабатын етіп істеймін. Ол үшін біз мына аралықты өлшеп алуымыз керек. Дәл осы аралықты замоктың түсін өлшеп алып, осы жерден замок бізде екеуі, осы замок екі көрінбейтіндей етіп аламын. Мен материалды алайын деп отырмын. Сол үшін мына аралықтан қазір 0 міне 0-ден 26-ға дейін, 27 деп ала берейін. Дәл осы жақтан ұзындығы 0-ден 27. Так. Бір замок тура осындай 1 сантиметрлік замоктың екінші беті бар, яғни 2 сантиметр. Одан шамалы шығып тұру керек. 2,5 және 1 сантиметрім тігіске кетеді 3,5. 3,5. Сонда мына жағы 3,5 болу керек. Ол өте бүйтіп қайырылып тұрады. Ол үшін мен 7 сантиметр қылып алуым керек. Сонда енін 7 сантиметр, ұзындығын 27 сантиметр қылып кесіп аламын. Мен жаңағы замокты жабуға алған 4 бұрыштың дайын, ені 7 сантиметр, ұзындығы 28 сантиметр тұғын. Енді осыны екіге қайырып теріс жағынан, міне, осындай екі жағын, мына жағы мен мына жағын тігіп алатын боламын қазір. Міне, мына бір жер ашық қалады. Анда тігіп алдым, енді оң қаратып, замоктың үстіне қойып тігетін боламын. Так, енді мен замокпен қоса мына вставкамызды тігетін боламын. Міне. Так, ендеше замогымды салайын. Дәл жаңағыдай орналастырып. Міне. Осылай орналастырып. Сіздер міндетті түрде английский булавкаларыңызбен қыстырып, әр фиксация жасап алыңыз. Сонда оңай болады. Дәл осы, міне. Дәл осы замоктың үстіне мынаны жіберіп алыңыз бірінші. Мына замогыңызды осылай қайырып, міне, осының үстіне жібересіз. Сосын барып, мынағы біздің инемізбен қыстырып аламыз.
Мінекей. Ой, енді ең жаман мынау қыстырып аламыз. Дәл осылай мынау материалымызбен бірге замокты қатар алып жүріп тігетін боламыз. Ой. Мінекей қыздар, дәл осылай екі қатарға тігіп шығамыз. Так, қыздар, басқысын жасаймыз. Ол үшін мынау жағымызды алып метрмен өлшеміз. Так. 20 сантиметр басқымызды бұлай аламыз. Мен қатты ұзын қылмайым, сосын барып қатты жер бір қылмайым басқысын. Бірінші осында түзу линия сызып қояйын. Осы жерден 3 сантиметрді белгілейін. Міне. Немесе шамалы белгілейін сызайын. Неқтан мына 3 сантиметр белгілеп алам. Міне. Енді осы жерден жаңағы 20 сантиметрімді овальный қылып алам. Міне. Мына жер 20 сантиметрде. Немесе мына жақтан алсаңыз да болады. Мен просто матам кішкентай болғандықтан осылай алып тұрмын. Етегін 24 сантиметр қылайын. Сіздер одан да ұзын қылсаңыздар болады. Ау! Міне. 24 сантиметр. Дәл жаңағыдай овальный қылып алып келемін. Енді осыны қиып аламыз. Так, қыздар, кеше мен осылай қиып алдым. Мен размерін бірде қылып, міне. Қатты желпі қылған жоқпын. Дәл осылай овальный қылып алып келеміз, қыздар. Мен тік-тіке қылып алуға болмайды. 2-3 сантиметрдей түзу сызықтан, түзу сызықтан 2-3 сантиметр төмен алып, овальный қылып келеміз. Сонда етегін біріктірген кезде шамалы осылай болып түседі. Осылай мынаған біріктірмей тұрып, дәл осылай размер ауырыстырмай, екінші матамызға да түсіріп аламыз. Так, енді бізге керегін алды, алдынан бұндайдан екеу керек. Мына кешегі замогымыз жабық тұрған жер. Так, бізге алдынан екеу керек. Ол үшін дәл кешегідей қайырып аламыз. 1 сантиметр ішке қарап қайырылып тұр, сол үшін шамалы ұзындау аламын. Дәл осы жерден жаңағы менің қайырған жерімді қарайық. Осылай түсу керек, қыздар, міне. Осылай түсу керек. Мынада бір 2 сантиметр қайырдым ғой. Дәл солай түсу керек. Мына аралық 2 сантиметр төмен болу керек. Так, ұзындығы, мынадан ауытқымаймыз, тура осындай қылып аламыз. Мынаның ұзындығын есептеп алайын. Міне 24 сантиметр ровно. Дәл солай 24 сантиметр қылып аламыз. Етегін алған кезде де тік-тік қылып алмаймыз. Мына линияның бойымен овальный келтіріп аламыз. Мынаны қарайықшы қазір. Осының мына жағымен келтіріп алсаңыз да болады. Дәл осыны қиып аламыз, және екінші бетіне де, мына бетіне де бастырып кесіп аламыз. Мінекей қыздар, мен барлығын кесіп болдым. Енді бұлай жасауға болады. Асты жағы мен алды жағын біріктіріп, мына жан тігісін біріктіріп алып, сосын барып мынамен қосуға болады бұлай. Немесе бірінші алдыңғы бөлігін тігіп алып, ол үшін әзет шамалы сөтесіз, сосын барып екінші бөлігін тігіп алып, ары қарап біріктіріп тігуге болады.
мен мына жерде шамалы сөтейін деп тұрмын. Сонымен бірінші алдын, сосын астарын біріктіріп аламын. Ал арты оңай болады бізде. Артын осылай бір тігіп аламын. Және асты жағында бір тігіп алып, сосын барып екі жағын біріктіретін боламыз. Қыздар, алдымен артын тігіп болдық. Сол жақ. Енді мынау боковойларын біріктірмей тұрып, былай жағынан біріктіруіміз керек қой. Біріктірмей тұрып сурет салып аламыз. Мен етегіне түскен көкке салатын боламын. Міне, сіздер дәл осылай мына жеріне қағаз қойып қойыңыздар. Міндетті түрде сурет салатын кезде екінші жағына өтіп кетпеу үшін қағаз қойып қоясыз. Мына жағынан тұтас салуға болады. Мен тек етегіне салайын деп тұрмын. Так, қыздар, матаға сурет салатын боламыз. Егер сіз бұрыннан салып жүрмеген болсаңыз, салатын суретіңізді бормен міндетті түрде сызып алыңыз. Мен бұрыннан салып жүрген болғандықтан бөтен краскамен түсіретін боламын. Матаға краскілерді краски для ткани деп хэштег арқылы іздесеңіз, өте көп страницалар бар. Ойдан ашамай кеттім. Сосын матаға бояйтын краскілерге су араластырмаймыз. Бірден щеткамен алып краскілей береміз. Матаға сурет салған кезде, егер сіз не суреттер салатын болсаңыз, үлкен қызды ойдың суретін салатын болсаңыз, міндетті түрде матаның борысына қарап, жаттығы бойынша саласыз. Мына борыс төмен қарап тұр ғой, осылай боясыз. Мен қазір осындай суреттегі де этно суреттер салатын боламын. Тек қана матаның осындай көк түскен жеріне саламын, ашық көкке салмаймын. Етек жағына салайын деп тұрмын. Сіздер қалаған жерлеріңізге сала беріңіздер. Қазір енді салып көрсетемін. Бірінші оңайынан бастаймын. Мынау этно суреттер, сол үшін так, қыздар, мынау салған суреттеріміз кепкеннен кейін тағы бір үстіне бір слой бояймыз. Сонда общий санасақ 3 слой бояймыз, иә? Сонда қанық әдемі болады. Енді мен сіздерге екі жағын біріктіріп көрсетемін. Мына барлық жағының жан тігістерін тігіп алғаннан кейін, іш жағынан да, тіс жағынан да міне жан тігістерін тігіп алдық. Одан кейін біз енді біз не істейміз? Әрине енді дәл осыны былай қаратып, осылай қаратып, етегін тігіп шығамыз. Етегін тіккен кезде алдынан немесе артынан бір қарыстай жер қалдырып қойыңыз. Оң қаратуға өз жерін қолмен көктеп тігетін боламыз. Мен машинадағы тігісті көрсетпей жатқан, мананың светі жанады да, машинаның не тігіп жатқанымыз көрінбей қалады. Дәл осылай машинамен жүргізіп шығамыз. Тек қана мына бір жерінен болса да бір қарыс жер қалдырып қойыңыз. Былай оң қаратқан кезде керек болады. Так, былай барлығын етегін тіккеннен кейін оң қаратып аламыз. Бағана бір қарыс жер қалдырамыз деп едім ғой. Дәл сол жердің есебінен оң қаратып аламыз. Оң қарат болғаннан кейін жаңағы ашық жерімізді мына жерді қалдырып қолмен көктеп шығамыз. Одан кейін барлығын марлемен әдемілеп түктеп шығатын боламыз. Сонымен камзолымыз дайын.